Ағайындар, айтып жатырмыз ғой, қайдағы жаңа Қазақстан, сайлау әділ өтпеді, ұры-қарылар жиналды, күт-жалақсыздар жиналды деп айтып жатырмыз ғой. Негізі мен өзім жеке пікірім енді. Негізі өзіміздің обалымыз жоқ негізі. Мына біздің қазақтың атбалдай бетке ұстар азаматтары, жігіттеріміз өздеріміз қуып кеттік негізі бар ғой. Шынын айту керек, ащы болады шындық. Қазір біздің жігіттеріміз мынандай бір 4 типке бөлініп кетті ғой, мен өзім 4 типке бөліп отырмын да қазір. Бірінші тип. Уағыз айтатындар, бұл саясатпен ісі жоқ. Жүрген жері уағыз. Бір ортаға барасың, жиналып қалады. Уағыз бұл. Уағыздан басқа әңгіме етпейді. Екінші тип. Спорт қуалаған жігіттер көп. Екінші тип. Барасың, ортасына спорт туралы айтады. Бүгін Хабиб шығады. Бүгін футбол болады, көру керек. Қалқып азанда ерте тұрып алады да, сағат 4-те тұрып көреді сол спортшы. Үшінші тип бар. Жаңағы азарт қуалап кеткендер, жаңағы букмекер, мынау. Отырасың, сол бір ортаға барасың, отырасың, 4-5 жігіт. Олимпиад букмекер, бүгін қанша коэффициент беріп жатыр? Қанша ставка беріп жатыр? Қуып жүр да өзімен өзі. Ал төртінші тип бар. Ол жаңағы өзімен өзі ештеңемесі жоқ жігіттер да. Жаңағы мен айтқан үшеуіне де жатпайды олар. Өзімен өзі қуып жүр да. Осындай болып кетті да жігіттеріміз ше. Саясаттың ешкімнің ісі жоқ ше, шыны керек. Егер біреу айқайлап саясат туралы айтып жатса, болды, давай дейді, болды. Саясатпен бәрін жаппай араласуымыз керек, ағайындар. Жаппай белсенді болуымыз керек. Сол кезде ғана жаңа Қазақстан болады. Егер біз жігіттер осылай ештеңемен ісіміз жоқ жүре беретін болсақ, ол жоғарыда отқандар білгенін істей береді олар. Олар не келеді, кетеді, ұрлайды, ішеді, шат кетеді бұл. Артында қалатын халық. Қазақстан халыққа ғана керек болды. Так что ойланайық, жігіттер, кішкене белсенді болайық. Құрметті сессияға қатысушылар, мынау енді бүгінгі ал енді құрметті сессияға қатысушылар, енді мына бүгін бірінші сессия отырыс болып жатыр ғой. Мен жаңа өзім Ерекен ағамыз сайлағанда мен қарсы болдым. Себебі бұл қарсы болған себебім бұрын аудан әкімінің көп жылдар қызметін атқарды. Осы жерде еңбек етті. Бірақ бұл кісінің атқарған істерінен мен оның нәтиже көрген жоқпын. Мен мына президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы бізге 19 жылдан бері ғана мүмкіндік берді бізге. Елдің қамын ойлайтын, елдің сөзін сөйлейтін депутаттарын сайлап алсын деген ел ішінен. Оның ішінен мен сайландым. Сосын осы жерде Шебіл ауылынан ба, Ызыңғылтен бара сайланған болу керек. Сосын енді мына көптеген мына өкінішті болып тұр, мына сайлаудың нетіп өткен жоқ. Кейбір жерлерде таза өткенмен, кейбір жерлерде таза өтпеген, әділетсіздікпен болғандарын білеміз. Оны жасырмау керек. Ал енді кім? Кейбір жерлерде болып өтті, кейбір жерлерде соттасып жатқан адамдар бар. Дәлел сол жағы. Басқа сұрағым бар ма? Ал енді сондықтан мына енді жергілікті биліктің жасап отқан өзінің несін өкінішке орай жасады, ойларыңыз орындалды. Сіздердің өздеріңіз сайлап алған депутаттарыңызбен жұмыстарыңызды ары қарата жалғастырасыңдар. Мен енді баяғыда әкем айтушы, елге қайыры тимесе жөніңе жүр дейтін еді. Өзім әкем өмірден өтіп кетті. Шай басында отырғанда тәрбиесі оны беретін. Елге қайыры тимесе жөніңе жүр дейтін еді. Сол айтқан, мына ар намысы жоқ адам шырағын орға жығады, одан даулау жоқ дейтін еді. Сондықтан мен айыпқа ойламайсыздар, мен өзімнің мандатымды тапсырайын деп тұрмын. Өз мандатымды. Өз мандатымды тапсырам, сосын
өздеріңіздің айтқандарыңмен жүретін, айдағандарыңа көнетін бір ел ішінен бір табылатын шығар тағы да. Соған тағасыңдар. Мен бүйтіп елдің ақшасына келген енді мен тағып, ұятқа қалып, елді алдап, өзімді алдап депутат болмай-ақ қояйын. Қайырлы кеш, қазақ елі. Мен Алтынбаев Нұрлан және Жанат Нұркешев екеуміз мынау Алматылық аудандық сотына келгенбіз. Мынау Астана қаласының сотына келгенбіз. Міне Жәкеңнің өзі айтып жатыр, города Нұр-Сұлтаны дейді. Әлі Насан жұртының атын алып тастамаған. Нұр-Сұлтан қаласы соты болып тұр. Позорный. Сол енді соны айтайық деп жатқанымыз. Жаңағы мінеки мынау мінеки осы решение үкіміне. Решение қылай хаттама үкім ба? Үкіміне келгенбіз сағат мана 5:30-да. Содан бері мінеки сағат 7-де қазір 29 минут кетті. Тура 2,5 сағат тұрмыз. Соны жаңа алып шығып отырмыз. Енді біріншінде манадан алып шыға алмай жатқанымыз. Қазір міне Жәкең өзі көрсетіп отыр. Ары қарай айтып толтырып жүріңіз, Жәке. Себебі мына жерде жаңағы міне соттың шешімі ғой. Міне тігілген, печать қойылған. Содан кейін мына живой жаңағы судьяның қолы тұр мына жерде. Міне заң күшіне енгізілген жоқ деп жазылып тұр мында. Көрдіңіз бе? Міне судьяның подписі, міне судьяның подписі. Сосын бүгін копия акта выдано 30.03 деп судья Байкенова қол қойып, міне заң түрлі қағазды жасап беріп отыр. Енді алып отыр. Бүгіннен бастап осыған менің құқығым бар апелляция. Шағымдалады. Көрдіңіздер ме? Мынаны қараңыздар. Масқара ұяттағына қараңыз. Города Нұр-Сұлтаны дейді. Может, ана Нұр-Сұлтанды ар жағына Тастаев деп жазып барайын жерейін бе фамилиясын? Ана қай Нұр-Сұлтан екен сосын білсін. Ұяттағы. Позор. Мынаны істеп отқан адам көрсе, біреу Тоқаевқа көрсеткіше жеткізсе. Соттың ақшалары жетпей жатқан. Ана кешегі сотта көрдің ғой. Жаңағы шегеге шалбарымды жыртып. Кімнің Сенбайдың соты болғанда. Көрінбейді. Бұлай бақыма көрсетіп тұрмын, города Нұр-Сұлтаны. Шалбарымды жыртып алып, сол жерде столбаны шақырып, сонымен оформить еткенбіз. Енді бүгін дауысым шықпай қалды. Завершите. Завершите. Ал қадірменді қауым, енді осымен аяқтаймыз. Соттан шықтық, қаулысын алдық. Сау болыңыздар. Алла тағала қабыл ете көр. Сонымен бірге осы қолдан жасаған қаңтар кезінде жазықсыз қан төгіліп, елге мұқтажына жүрген, елдің мұқтажына шыққан халықты қынадай қырған Назарбаев бастаған күндердің Алла тағала жазасын бергізе көр. Я Раббым Алла тағала осы Құран сауабымен марқұмдардың мына дүниеде құрбан болып қыршын кеткендердің баршасының ел үшін, жер үшін кеткен марқұмдардың жандарын Алла жанаттан қыла көр. Торпағын торпа қыла көр Алла тағала. Мінгендерін тұрақ қылып, жатқандарын шырақ қылып, ішкендерін қамшырып бұлақ қыла көр. Алдын пейіш, артын теңіз қыла көр Раббым Алла тағала. Мына опасыздық жүйені тоқтаттыра көр Алла тағала. Жаратушы жасаған ем, біреудің қолдаушымызда, қорғаушымызда, сүйінарымызда, сүйенерімізде. Раббым Алла тағала мынандай қасірет, қайғы қасіреттен қайталанбасын қазағымыз. Арды беріп өткен ата-бабаларымыздың осы ақиқат жолында шығып өткен қасиетті ата-бабаларымыздың рухы, аруы қолдан жүруге Раббым Алла қолдай көр. Алланың жолын таңдаған, ақиқаттан таймаған, ел басына күн туған екі талай кездерде халқының қамын ойлаған Маңғыстауда Құлбекет, әулие Батыр Райымбек, ер бақадыр Жалаңтас, Қаракерей, Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Шапырашты Наурызбай, Батылдарақты Байғоза, Айбынды Батыр Бұланбай, үш жүздің басын қосқан қадірлі Кемеңгерім Қадабылай, Керей менен Жәнібек, Кенесары Наурызбай, Жанғожа